Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын беляшидің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Жылы су құямыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Қант пен тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Енді електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр еле болатын боламыз, қолға жауыспайтындай. Ұнымызды бірден салып жүрмейміз, бөліп салатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоятын боламыз. Мінекей 1 сағаттай уақыт өтті, қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды өз қалауымыз бойынша бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды жайып, ішіне салмасын салып, түйіп шығатын боламыз. Салмасына әдеттегідей тартылған етке ұсақтап туралған жуанны саламыз, дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Беляшиларымызды қызып тұрған майда тесігін төмен қаратып, қызарғанша пісіреміз. Ішіндегі еті пісу үшін аз-аздан осылай май құятын боламыз. Мінекей біздің беляшиларымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.